Қыздар, баршаңызға ассалаумалейкум. Бүгін сіздермен бірге әртүрлі жемістен өте дәмді қыстық компот дайындайтын боламыз. Негізі жемістің тек қана бір түрінен емес, солай бірнеше түрін араластырып жасағанда компот өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып, қазақ тіліндегі YouTube каналының дамуына өз үлестеріңізді қосуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз банкалардың барлығын стерилизация жасап аламыз. Қалай стерилизация жасау керектігін төмендегі описание бөліміне ссылка қалдырып кетемін, немесе ең оңай әдісі банкаларды дәріханада сатылатын спиртпен сүртіп алсаңыздар болады. Банкамызға ең астыңғы бөлігіне алма, одан кейін алхоры және де жүзімімізді саламыз. Тура осылайынан барлық банканы толтырамыз. Әр банкаға 200 грамм қанттан саламыз, яғни 1 литріне 100 грамм қанттан қажет болады. Қантты салып болғаннан кейін ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Біз суды тек қана бір-ақ рет құямыз. Кейбір адамдар осылай банкаға құйып, қайтадан кішкене қойып, одан кейін алып тастап, суын қайнатып, қайтадан құяды. Бірақ мен осы әдіспен қолданамын. Сіздер қандай әдіспен жабасыздар, комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ыстық суымызды құйып болғаннан кейін қақпағын осылай жауып қоямыз. Банкамыз сынып кетпесі үшін ыстық суды жемістердің үстіне қарай құясыздар, банкаға тигізбей. Енді қақпағын жақсылап тұрып, арнайы жабатын құралмен осылай қатайтып жауып аламыз. Қыздар, егер де қысқа әлі дайындалып үлгермеген болсаңыздар, менің YouTube каналымдағы қысық салаттардың және де компот, мохитоның рецептісін көріп, менімен бірге дайындалсаңыздар болады, және де жақындарыңызға видеоның ссылкасын жіберуді ұмытпаңыздар. Міне біз банкамыздың барлығын қатайтып алдық. Енді қантымыз кішкене еру үшін осылайынан міне қойып аунатып аламыз. Банкамыз ыстық болғандықтан кішкене абайлап аунатыңыздар. Енді біз қазір банкамызды төмен қарай төңкеріп, осылайынан бетін одеялмен жауып қоямыз. Келесі күнге дейін бізде осылайынан тұруы керек жылы жерде. Міне біздің компоттарымыз дайын болды. Бір түрлі жемістен жасаған жоқ, бірнеше жемістен ассорти етіп компот дайындағандар өте дәмді болады. Видеома егер ұнаған болса, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кездескен.